Мен келдім. Келгенімді сезіп те жатқан шығарсыз. Сізді қатты сағындым, мам. Кеше папаны көрдім. Ол мені таныған да жоқ. Кино көргенде өз баласын танымай қалды дегенге сенбеуші едім. Рас екен. Түні мен жылап шықтым. Ол бізді тастап кеткен үшін емес, қасымнан танымай өте шыққаны. Қалай адам өз баласын танымайды, мама? Көзіне қарағанда бір түрлі сезімде болды. Сағыныш па, жек көруме түсіне алмады. Мам, ал сіз оны кешірер ме едіңіз? Доброе утро, дорогие друзья! Всем тем, кто готов встретить новый день вместе с нами в прямом эфире 31 канала, ваше любимое утреннее шоу «Тайм-сайм». Балалар сені қатты жақсы көреді. Айтпашы, мен олар қатты жақсы көрем. Қолым босай қалса болды, өз жерге келгім келеді. Осы балаларға деген жанашырлығың үшін сені құрметтеймін. Рахмет. Бұлар менің өмірімнің бір бөлшегі ғой, балалар. Бірақ білесің бе, Ая? Мен бүгін бұнда соңғы рет келуім. Қалай соң? Ая, мен Астанаға кетейін деп жатырмын. Не үшін? Жұмыстан бір ұсыныс түсті. Мен мұнда ұстап тұрған ештеңе жоқ. Сондықтан да сол жаққа барып жұмыс істейін деп шешім қабылдадым. Балалар сені сағынатын болады. Тек балалар сағына ма? Сен сағынасың ба? Әрине сағынам, Дамир.
Сен менің ең жақын досымсың ғой. Иә. Сен неге бүгін біртүрлі болып жүрсің? Кеше папамды көрдім. Қалай? 18 жылдан кейін туған әкемді көріп тұрмын, ойлашы Дамир. 18 жыл. Мәссаған. Енді қалай сөйлесіңдер ме? Жоқ, ол мен танығанда жоқ. Бірақ сен кезінде тастап кеткен адаммен не деп сөйлесесің? Менің ойымша ол сені көрген кезде қуанатынына күмәнім бар. Иә. Гаухарды зорлаған мақсат менің інім болып шықты. Тоқташы, не өкіп кетті өзі? Ая, сен маған бәрін дұрыстап түсіндірші. Сен оны қайдан білдің? Гаухардан ең алғаш мақсаттың фамилиясын сұрағанда біртүрлі ойланып қалған болатынмын. Сәйкестік шығар деп ойлағам. Кеше НДН компаниясына барғанда мақсаттың әкесі осы компанияның бастығы деді. Ал ол бастық менің туған әкем еді. Түсінікті. Мә, Ая, сонда сен бүгін өз бауырыңды? Иә. Бүгін мен үшін ең қиын процестердің бірі болайын деп тұр. Бірақ сен ылғи қылмыстың өтеуі жаза, тек әділдік жеңу керек деп айтып жүруші едің ғой. Қой, Ая, мен жүрейін. Мен жолға шығуыма бір-ақ сағат уақыт қалды. Иә. Жоқ болып кетпей хабарласып тұр. Иә. Жолың болсын. Рахмет саған, Ая. Сен көп ойлана берме. Бәрі жақсы болды. Жүр, шығарып салайын сен. Жүр. Құрметті судья, бұл мәселені бір жақты қарауға болмайды. Менің әріптесім Аяла ханымның өзінің қорғауындағы Гаухар Бақыт қызының зорланғанын дәлелдеу үшін түрлі дәлелдер айтып тырысуда. Бірақ менің оған қарсы аргументтерім бар. Мысалы, жәбірленуші Гаухар Бақыт қызы менің қорғауымдағы Мақсат Едірұлымен осы уақытқа дейін өте тығыз қарым-қатынаста болған. Онымен қоса Мақсаттан бағалы сыйлықтарды алып отырған. Оған біздің дәлелдеріміз бар. Күдікті Мақсат Еділұлы, жәбірленуші Гаухарға бағалы қымбат сыйлықтар бердіңіз бе? Иә, постоянно беретін. Өйткені өзі сұрай беретін. 1, 2, 3. Опа! Аға, 1, 2, 3. Молодец. Пап, Ау. мама қыз бөпе туса, атын Сая деп қоям. Ал егер ұл бөпе туылса, Ал егер ұл бөпе туылса, атын кім деп қоясың? Мақсат деп қоям. Қазір тоқта. Тук. Жолдас Еділұлы, сіздің есіміңіз енді Мақсат болады екен. Жаным сол, ақылдым менің. Мақсат деген ат ұнай ма саған? Иә, Неге? енді мағынасы көп дегендей. Қандай мағына береді Мақсат деген? Сіз Мақсат Едірұлынан сыйлық алдыңыз ба? Иә, алдым. Құрметті судья ханым, менің де білгім келгені осы, жәбірленушінің сыйлық алып отырғанын ескерсек, ол байлыққа қызыққан. Және осы байлықты сақтап қалу үшін өзінің жүкті екенін көрсеткісі келген. Және Мақсаттың мас екенін пайдаланып, жала жауып. Қарсылық білдіремін.
әріптесім эмоцияға беріліп, менің қорғауымдағы Гаухар Бақыт қызына жала жауып ар-намысына Құрметті судья, менің дәлелдерім бар. Рұқсат болса. Мына сіздің алдыңызға келген фотода жәбірленуші Гаухар күдікті мақсатты ішкізіп отырғанын байқайсыз. Және оны өз еркімен құшақтап тұрғанын көруге болады. Судья ханым, 15 минут үзіліс беруіңізді сұраймын. Өтініш қанағаттандырылады, сот отырысы 15 минуттан кейін жалғасады. Бәрі дұрыс па? Ая, сезімге берілме. Заң алдында барлық адам бірдей. Сенің інің болсын, бауырың болса да ол қылмыскер, ал қылмыскер өтеуі жаза. Есіңді жи. Жәбірленуші тараптың айтары бар ма? Я бар. Әріптесім күдікті Мақсат Еділұлының өзінің дәлелдерін көрсеткендей болды, бірақ ол дәлелдер шындыққа жанаспайды. Адвокат мырза берген фотоларға қарасақ, ол жерде Гаухардың түрі көрінбейді. Және судья ханым, әр фотоның детальдеріне мән беріп қарауыңызды сұраймын. Күдікті Мақсат Еділұлының бойы 176 сантиметр. Ал менің қорғауымдағы Гаухар Бақыт қызының бойы 163 сантиметр. Бұл айырмашылықты өлшемей ақ байқауға болады. Ал сіздің алдыңызда жатқан фотоға назар аударсақ, екі адамның бойы бірдей. Мен қарсылық білдіремін. Фотодағы ракурстарға байланысты бой айырмашылығы бар сияқты болып көрінеді. Бірақ менің әріптесім Аяла ханым шатасып отыр. Дәлел жоқ. Ешқандай факт жоқ. Өтініш қабылданбайды, адвокат сөзіңізді жалғастыра беріңіз. Адвокат мырза дұрыс айтады. Бұл нақты дәлел болмауы мүмкін. Бірақ енді екінші суретке назар аударсаңыз, суреттің ар жағында айна тұр. Айнада суретке түсіріп тұрған фотографтың түрі таныс, және ол адвокат мырзаға ұқсайды. Және судья ханым, бұл фотоларды дәлел ретінде енгізбеуіңізді сұраймын. Өтініш қанағаттандырылады. Енді менің дәлелдеріме назар аударуыңызды сұраймын. ДНК нәтижесіне келетін болсақ, Мақсат Еділұлының баласы 99.9% әкесі екенін көрсетіп отыр. Және үйленем дегенге дейін Мақсат Еділұлы менің қорғауымдағы Гаухар Бақыт қызына үйленеміз деп уәде беріп алдап кеткен. Бұны интернет желісіндегі сөздерінен байқауға болады. Рұқсат болса. Ал жүктілікті естіген соң Мақсат Еділұлы жоқ болып кеткен. Босанғаннан кейін Гаухар Бақыт қызы оған көмектес деп хат жазған. Бірақ ол көмектесудің орнына аналар үйіне келіп, бұл қаладан кетпесең өлтіремін деп қорқытқан. Әкелік міндеттен бас тартқан. Бұл дәлелді аналар үйіндегі видео таспадан көрсек болады. Егер кетпесең, мен сен тірдей көрмеймін. Ба? Оңбаған! Жек тұрын! Жек көрем сені! Ал, Аяла Серік қызы. Кезекті жеңісіңізбен құттықтаймын. Не болды, қуанбайсың ғой? Әлде ойыңдағыдай болмай шықты ма? Жоқ, бәрі жақсы. Бірақ зорлау фактісі дәлелденбегендіктен процесс зорлау бабын алып тастады. Сот Мақсат Еділұлының биологиялық әкесі ретінде танып, оған кәмелеттік жасқа толғанша алимент төлеуге міндеттеді. Бұл қайта жақсы емес па? Баласын мойындап, алимент төлейтін дұрыс болған екен. Я, Гаухар да қуанып қалды. Бірақ бұл процесс мен үшін ең қиын процесстердің бірі болды.
Я жұмысың оңай емес. Қаншама адамның проблемасын тыңдап отыру деген қиын нәрсе ғой. Сен үшін алдым. Рахмет. А давай тауға барып қайтамыз, а? Как раз серігіп қайтасың. Болады. Күшті идея. Онда кеттік? Аяла Серік қызы. Рахмет. Мен тауларға қарайым, таулар маған қарайды. Бірақ бір-бірімізді мазаламаймыз. Керемет айтылған сөздер, Я. Жақсы айтылған екен. Маған тауға шыққан қатты ұнайды. Рас па? Онда мен сені қайда шақыру керектігін дәл тапқан екен ғой, Несімен ұнайды? Тау сені үнсіз тыңдап, сырыңды ешкімге айтпайды. Сонда сенде мен білмейтін сырлар көп па? Жоқ. Қараш, табиғат сондай сұлу. Сен де сондай сұлусың. Табиғат та сондай сұлу. Жарықталмадың ба? Жоқ. Жан. Мен бұны былай қалдырмайын. Жан, ол да шуына бермеш. Ана ая бар ғой? Два қатысымақ. Соның түбіне жетемін әлі көресің. Негізі сол ая мен әпкем. Қамаш, қалай ол сен әпкең? Әпкем болғанда туған емес. Кішкентай кезінде асырап алған. Жетім ба дейші? Солай десе де болады. Бірақ мен оны да қалдырамын. Мен оның түбіне жетем әлі көресің. Жек көремін мен оны. Енді мен де жек көріп кетесің бе? Мен ола аямен араласпаймын да. Жан, мен сені бұрынғыдан да қаттырақ жақсы көрем. Негізі мен сол аяны өзімден ұнатпаймын. Мама папаны үнемі маған қарсы қояды. Не? Мен қызғанады ғой. Ондай адамдардан бәрін күтуге болады. Иә, екеуміз кездескенімізді де көріп, ұрыс шығарды ғой үйде. Саған айтқан едім ғой, есіңде ме? Сенде... Сол үшін екен ғой сені маған жылатпай жүрген. Не дедің? Не важно, Жан. Жан, ашуланбашы болды. Міне келдік. Осы жердің кухнясын айда әйтеуір. Сонда бұл жерде тамақтансаң, өмірің жақсарып кетеді демеген шығар, сенің философтарың. Өмірді білмеймін. Әйтеуір екеумізге де асқазанға жақсы болады. Сен барып кіре бер, мен қас келем. Ха, жарайды.
Сая, Сен не? Мен аңдайтын болғансың бәне. Сая, бұл жерде не істеп отырсың? Жүр, кеттік. Түспеші маған. Мен жеке өміріме араласпай деп қанша рет айтам, түсінбейсің бе? Сая, жүр, үйге барып сөйлесейікші, өтініш. Бармайым. Сая, мынау сен ойлағандай жақсы жігіт емес. Бір қызды жылатып баласымен тастап кеткен Сая. Сен мақсатқа өтірік жала жауып тұрсың. Өзің таныстарыңды пайдаланып соттатпақ болдың. Бірақ қолынан келмеді. Енді тағы мен көре алмай тұрсың. Қайдағы көре алмаған? Мен сен әпкеңмін ғой, Сая. Әпкен, сен маған әпке емес. Жан, кеттікші мына жерде? Соңғы ескерту. Енді Саяның қасында сені көрмейтін болайын, ұқтың ба? Ондай бұйрықтарыңды сотта айтасың, ұқтың ба? Адвокатшы. Сая. Жан. Әпкең шынымен де біртүрлі адам екен, Әпкен демеш оны. Не oldu, ашулысың? Жап-жақсы отырысымызды бұзды ғой. Айтпа. Қайдан ғана келе қылды сол? Сенің мұртиғаныңды ұнайды ғой маған, білесің ба? Сонда ашылансаң да ұнайын ба саған? Мақсат, қош. Мен сен де қалап тұрсың ғой, мойындар? Мақсат. Мақсат, қойшы! Ей, отыр. Мақсат, қойшы! Көнбейді екенсің ғой, Не болды, Мақсат? Ашуланбашы. Не болды? Сестренкаңды уайымдап отырсың ба? Иә. Мақсаттың өтірік уәделеріне сеніп қалмаса екен. Болды енді уайымдай бермеші. Сендей ақылды әпкесі бар, Саяда ақымақ емес шығар? Тамақта келді. Рахмет. Рахмет. Ая, былай істейікші. Бәрін ұмытып, бүгінгі кешті әдемі өткізікші. Келістік па? Осылай күліп жүрші. Кел. Рахмет. Ас болсын. Айтқанды жасар бар. Жат! Тарттың сен қолымды. Жапшы аузыңды. Жапшы аузыңды! Сізде өлемін ағай сендер. Әткенге де саған да көзетем, ұқтың ба? Қалай бәрі ұнады ма? Иә, өте дәмді болды. Ая, мен негізі бүгін саған бірдеңе айтайын деген ғой. Айта бер. Білмеймін, мына жағдайдан кейін қалай айтарымды да білмей отырмын. Тыңдап тұрмын. Тура бір жас бала сияқты қобалжып отырғанымша. Ая, мен сені алғаш көргеннен бастап саған деген
көз қарасында. Былайша айтқанда саған деген. Қазір. Бір минут қазір. Алло, мам. Ау, не дейсіз? Қашан, қалай сонда? Қазір мен келем. Не болды? Олжас, мен саған кейін хабарласам. Енді баламызды құтқарып қалайықшы, өтініш. Ол біздің жалғызымыз ғой. Уайымдама жаным. Біздің бала мықты ғой. Қазір-ақ тұрып кетеді. Серік, қызымыз қайда? Уайымдамашы. Жаңа бәрі жақсы болды. Ботам. Уайымдамашы болды. Мам, пап, Сая қайда? Мақсат, Еділдің туысқандары бар ма? Иә, мен папасым. Тұрсық па дәрігер? Балаңыз аман ба? Мақсат көп қан жоғалтқан. Қысқасы бізге донор қажет. Мен туған әкесімін. Қанды мен беремін. Жан, мүмкін қанды мен беремін. Уақыт өте аз, тез етіңіздер. Мен дайын. Кешіріңіз, Сая Серік қызын жағдайы қалай? Сіз кім боласыз? Туған әпкесі, отбасы. Әкесі? Сіңліңіздің жағдайы жақсы, уайымдамасаңыз болады. Оны қашан көрсек болады? Қазір палатаға шығаруға дайындап жатыр, содан кейін көрсеңіз. Рахмет. Ей Алла, Рахмет. қызымды аман алып қалғанына мың шүкір. Жылаған несі қайта қонбайсың ба аман қалғаны? Жүр, отыр. Жүр, бәрі жақсы. Болды, жаққа отыра қойшы. Кел, отыр. Жақсы деді ғой. Уайымдамаңыз, мам.